Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын вупи пай тортын жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Оның құрамына кіретін 4 жұмыртқа, 200 грамм қант, 200 грамм ұн, 20 грамм какао, 10 грамм разрыхитель, 5 ас қасық майонез. 4 жұмыртқамызды салып, қантымызды 200 грамм қантымызды бірге араластырып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Массамыз біркелкі болуы тиіс, осындай видеодағындай. 5 ас қасық майонезіміз саламыз, немесе қаймақ салсаңыздар да болады. Біркелкі араласқанша араластырып аламыз. Комок болмауы тиіс. 200 грамм ұнымызды салып, 200 грамм ұнымыздың үстінен 10 грамм разрыхителімізді саламыз. Разрыхителдің үстінен 20 грамм какао саламыз. Мен Малайзияның какаосын қолданам, өте әдемі дәм береді, оригинал болып келеді. Рахаттың какаосын салсаңыз да болады. Какаоны ситадан міндетті түрде өткізіп аласыз. Араласқаннан кейін комок қалмауы тиіс. Өзіңізге ұнаған формаға осылай салып аласыз. 3,5 қасықтан салып аласыз. 10 минутқа духовкаға пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін осылай міндетті түрде кесіп формаңызға салып қоясыз. Бізге креміне қажетті заттар: 500 грамм творожный сыр, 400 грамм сливки, 120 грамм сахарный пудра. Бірге барлығын араластырып аламыз. Көп уақыт араластырмайсыз. Мынандай комбайныңыз болмаса, қол миксермен де жасауға болады. Өзі крем дайын болған кезде посудасынан төгіліп кетпеуі тиіс. Шоколадымызға бізге ганашқа 160 грамм Қазақстан шоколады, немесе басқа шоколад қолдансаңыз да болады, килограммовый, 80 грамм сары май. Барлығын араластырып, дайын болғаннан кейін мешогымызға салып, осындай насадкада, өзіңізге ұнаған насадкада салып, әсемдеп аласыздар. Шоколадты осылай ганашты құйып болғаннан кейін холодильникке 6 сағатқа немесе 12 сағатқа салып боласыздар. Болғаннан кейін, дайын болғаннан кейін барып оформление жасайсыздар. Оформление жасап, сразу холодильникке салуға болмайды. Бірінші осылай кремдерін жағып боласыз, содан кейін барып оформлениясын жасайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын.